қазақ тілі бір жылдың ішінде қазақ тілі үйренесің, не еліңе қайтасың. Бізде академияда дипломатия институты бар. Осы біздің білім алушыларымызға қандай кеңес берер едіңіз? Дипломатия ол қызмет. Біз өзіміз үшін емес, біз мемлекет үшін жұмыс істейміз. Онсыдай жұмыс қайталанбайтын жұмыс. Бізде бір күні басқа күнге ұқсамайды. Мен дипломатия туралы мүлдем ойлаған жоқпын. Өмірде ең жақсы шешімдері кездейсоқ болады. Армысыз құрметті көрермен, Қызмет Talks подкастының кезекті шығарылымын ұсынамыз. Бұл мемлекеттік қызмет, мемлекеттік басқару, дипломатия және өзге де салалар бойынша ой пікір алмасатын ашық алаң. Студиямыздың бүгінгі қонағы Польша Республикасының Қазақстандағы елшілігінің уақытша сенімді өкілі, қазақ тілін жетік меңгерген Михаил Лабенда мырза. Біздің студиямызға уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Рахмет, мені шақырған үшін үлкен рахмет. Енді кешіріңіз, соңғы уақытта оқыдым, үлкен рахмет айтуға болмайды. Көп рахмет. Жалпы сіз Қазақстанға 1993 жылы келдіңіз, иә? Сол уақыттан бері Қазақстан сіз үшін жат ел емес. Жалпы қалай сіз Қазақстанды таңдадыңыз, неліктен оқуға Қазақстанға келдіңіз, сол туралы қысқа ғана айтып өтсеңіз. Білесіз ба, біріншіден мен өте қуаныштымын, сондай бір мүмкіндігім бар сізбен сұхбатта қатысу, себебі енді елшінің немесе дипломатиялық өкілінің бір мақсаты және бір жұмысы бұқаралық ақпаратында болу, сұхбаттар беру және сол арқылы қоғамға жету. Сол үшін үлкен, яғни көп рахмет. Енді дұрыс, мен 1993 жылда Қазақстанға келдім. Білесіз, ол өте қиын уақыты болған, себебі ол тек қана Кеңес одағы құлап қалғаннан кейін бірінші жылдары. Және ең жақсы, мен қатты сенемін, өмірде ең жақсы шешімдері кездейсоқ болады. Мен жалпы мектепте неміс тілі оқыдым, үйрендім және жақсы оқушы болғандықтан университетке түсу үшін мүмкіндік болды Германияда. Және сол бұл университетінде мен шәкіртақын алдым. Және содан кейін оқуын бітіргеннен соң тағы маған бір өте жақсы компания уәде берген, сол компаниясында жұмыс менде болады. Бірақ мен Алманиядан келгеннен соң мен ойладым, енді 18 жасындамын, сондықтан қазір 10 жылдан кейін не істейтіндігімді білсем, ол біраз қызық емес нәрсе. Және басқа мүмкіндіктерін іздеп, тағы сондай бір стипендия болған Қазақстанда, Алматы қаласында араб тілі филологиясы. Және мен ойладым, жақсы бір жылға барып көрейік қандай екен, содан кейін бір жылдан кейін қайтып Алманияға барамын. Келгенде маған айтқан, енді оқуы құдай қаласа орыс тілінде болады. Мен орыс тілі шамалы білгенмін, бірақ орыс тілі, поляк тілі мен ұқсас тілдері болғандықтан, енді болады деп өмір сүре аламын, оқи аламын деп ойладым. Бірақ келгеннен кейін мені ректор шақырды және айтқан, балам, енді бізде орысша оқу жоқ араб филологиясында, шығыстануда. Сондықтан не қазақ тілі, бір жылдың ішінде қазақ тілі үйренесің, не еліңе қайтасың. Ал басынан бастап менде сондай бір жоспар болған, себебі мен тілдері жақсы көремін, қазақ тілі оқиын деп ойладым. Және жарайды, онда сондай мүмкіндігі болса, әрине осы пайдаланамын. Және дайындық факультетіне түстім, бір жылдың ішінде қазақ тілі үйрендім.
сол жерінде сол уақытында қазір тағы бір рет Алия Құржанова деген кісіне ол менің мұғалімім үлкен алғыс айтуым керек, себебі сол кісінің арқасында мен тез арада қазақ тілін меңгердім. Содан кейін бір жылдан кейін бірінші курсқа түстім және әрине қазақ балалардың арасында жүріп қазақ тілі құдайға шүкір жақсы меңгердім. Тағы бір фактор болған, себебі тұрған жері ол шетелдіктерге арналған жатақханасы, ал осы жатақханасында студенттердің көбі қандастар болған. Олар әртүрлі мемлекеттен келген, Моңғолстан, Қытай, Иран, және әрине олар орысша білмеген, сондықтан олармен сөйлесу үшін әрине қазақ тілі керек еді. Сондықтан айтуға болады, 2 жылдың ішінде қазақ тілін жақсы меңгердім, құдайға шүкір. Соны 6 жыл Қазақстанда оқыдыңыз, иә? Иә, 6 жыл Қазақстанда оқыдым. 99 жылда бітірдім оқуын. Жақсы. Сол студенттік кезіңізден есіңізде қалған бір ерекше естелік бар ма? Алматы қаласымен байланысты шығар мүмкін. 6 жыл ол uzun мерзім. Әрине естеліктерім өте көп. Және енді қайсы ең жақсы айтуым қиын, себебі сол уақыттан қалған достарым бар. Енді Алматы ол Астанадан мүлдем басқа бір қала, жақсы жаман айтуға болмайды, басқа қала. Таулар бар, және 90-шы жылдарда ол Астанасы болған. Себебі мен оқыған уақытында Қазақстанның Астанасы Алматыда болған. Яғни естеліктерім сонша жақсы болған. Мен министрім маған сондай ұсыныс берген, Қазақстанға барып дипломатиялық өкілі болып, мен өте қуандым. Сол біріншіден әрине ол үлкен құрмет. Бір мен елімнің ресми өкілі болу. Бірақ басқа жағынан ол адамдар айтады, бір өзенге 2 рет кіруге болмайды. Бірақ мен 2-ші рет осы өзенге кірдім және риза болдым шынымен. Сіз осы жылы академияға келіп, даму күнінде біздің магистранттарымыз бен докторанттарымызға дәріс оқыдыңыз. Ол дәріс қазақ тілінде өтуі магистранттарға өте бір жақсы әсер қалдырды. Қалай ойлайсыз, жалпы елшінің барған елінде сол елдің тілінде сөйлеуі қаншалықты маңызды? Бір жағынан ол өте маңызды бір фактор. Шын айтқанда енді бір елін, бір мемлекеттің, бір ұлттың жақсы түсіну үшін сол үшін әрине тілі керек. Басқа жағынан қазіргі уақытында енді адамдардың көпшілігі Қазақстанда әсіресе орысша сөйлеседі. Бірақ дүниеде енді ең бірінші тілі ағылшын тілі. Және мен білемін, енді қай жаққа баратын болсақ, ағылшын тілі білгені жетерлі айтуға болады. Бірақ әрине шын қарым-қатынастары бастау үшін, осы ұлттың жақсы түсіну үшін әрине тілі білу керек. Содан кейін мен басқа бір нәрсе жақсы түсінемін, себебі поляк тілі, қазақ тілі, ол осы тілдері дүниежүзілік тілдері емес. Мысалы, поляк тілде тек қана көбінде Полонияда сөйлеседі адамдар. Қазақ тілінде көбінде тек қана Қазақстанда адамдар сөйлеседі. Сондықтан біз енді егер шетелдік, мысалы, мен жақсы білемін, егер бір шетелдік маған келсе, Полонияда, басқа жақта, ол поляк тілі жақсы білсе, әрине ол менің досым. Есімде бар, Моңғолстанда елші болған вақытында, сіз білесіз, енді жаңа келген елші, осы жерде, осы мемлекетте жұмыс істейтін елшілерге сондай қонаққа барады, және танысу үшін
сол жерде осы мемлекетте осы астанасында жұмыс істейтін елшілігіне қонаққа барады. Мен француз елші ханымға бардым. Мен ол кісі туралы көп білген жоқпын. Енді аты жөнін білдім, бірақ енді біраз дайындалу үшін уақыты болған жоқ. Мен сол кісінің офисіне кіргенде, ол менімен поляк тілінде сөйлесе бастады. Енді мен поляк тілінде амандасты менімен, содан кейін енді судай полякша сөйлескен. Әрине, ол бірінші минуттен бастап ол менің досым. Себебі ол менің тілімді, менің елімді, менің ұлтымды құрметтеді. Жақын қабылдайсыз. Қабылдайды. Себебі ол білесіз ғой. Енді поляк тілі, қазақ тілі ол оңай тілдері емес. Ол ағылшын тілі емес. Ол енді осы тілі меңгеру үшін көп әрекет істеу керек. Ол кісі Элизабет деген елші ханым көрсетті сондай қарым-қатынасы маған қарсы, және әрине сол мен үшін өте маңызды болған. Сол сияқты, егер мен қазақтармен қазақша сөйлесем, олар біледі. Мен енді қазақ тілін жақсы көремін, Қазақстанды жақсы көремін. Сол тілді үйрену үшін мен әрекет істедім, яғни қарым-қатынасы міндетті түрінде жақсы болу керек. Жалпы Польша мен Қазақстанның арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 30 жылдан астам уақыт бойында жүргізіп келе жатыр. Қазіргі таңда екі елдің арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың деңгейі қандай? Сол туралы қысқаша айтып берсеңіз. Біз әрине жағрапиян жағынан қарасақ, біз әлі жеріміз. Бірақ көп уақыт бойы біздің тарихымыз бірге болған, біз кеңес одағының ықпалында болдық. Және меніңше біз енді поляктар және қазақтар бір-бірін жақсы түсінеді. Мен әрдайым айтамын, біздің тарихымыз өте ұқсайды, себебі тарихында да және біздің мінезімде де біз өте ұқсаймыз. Ал сіз дұрыс айтасыз, дипломатиялық қарым-қатынастары 30 жылдан астам қазір, және олар енді саяси жағынан ешқандай қиындықтары жоқ. Біздің қарым-қатынастары өте дос, өте жақын. Ал мысалы өткен аптада 20 мамырдың 23-інде әрбір дипломаттар үшін ең маңызды бір оқиға болған. Яғни сыртқы істер министрі Мурат Нұртілеу Полонияға ресми сапарымен барған, және біздің министрімізбен Радосław Sikorskiмен кездесті. Өте сәтті, өте жақсы кездесу болған. Және әрине сондай кездесу болашақта бола жатқан жобалары туралы, пландары туралы сондай сол нұсқалары береді. Жақсы, рахмет. Сіз Мысырда, Әзербайжанда және Монғолияда елші болып қызмет еттіңіз. Сол елдердегі қызметіңіз Қазақстандағы қызмет жолыңызға қандай әсер етті? Жалпы тәжірибесі осындай маңызды болды ма сізге? Енді дипломатия ол басқа мамандықтар сияқты бір жұмыс. Яғни ол тек қана университетте оқу емес, тәжірибе жинау керек. Әрине басқа елдерде жүріп, басқа адамдармен, басқа мәдениеттермен жұмыс істеу, ол сізге бір жақсы тәжірибе беріп, және келесі жұмыстарға сізді дайындайды. Сол сияқты. Әрбір жерінде, әрбір мемлекетінде жұмыс істеуі ол басқаша. Мысалы, Мысырдың тарихы, Мысырдың саяси мәдениеті мүлдем басқа. Мысалы, европалық мемлекеттермен салыстырғанда. Бірақ, мысалы, Қазақстан саяси өмірі, Қазақстанның тарихы да басқа. Әрбір жердің өз ерекшеліктері бар. Сондықтан меніңше ең маңызды нәрсе дипломаттың жұмысында ашық болу,
және күнде жаңа нәрселерін үйрену оқу. Себебі онсыдай жұмыс қайталанбайтын жұмыс. Бізде бір күні басқа күнге ұқсамайды. Ол әрине өте жақсы нәрсе. Дипломатия ол саясат қана емес, екі елдің арасына көпір салу, жалпы сенімділік ұялату. Сіз неліктен бұл мамандық таңдадыңыз? Неліктен дипломат болдыңыз? Бұл бала күнгі арманыңыз ба, әлде кейіннен қалыптасқан мақсат болды ма? Шын айтқанда, басында айтқанымдай, әрбір шешім, жақсы шешім кездейсоқ болады. Мен жалпы сенемін, жоспарланған нәрсе көбінде өмірге асырылмайды. Мен дипломатия туралы мүлдем ойлаған жоқпын. Мен Қазақстанға келгенде мен бір арманым болған араб тілі және қазақ тілі жақсы білу, и содан кейін мен еліме қайтып осы саласында жұмыс істеу. Бірақ енді содан кейін ойлап көрдім, енді 4-5 курста болғанда мен ойладым, енді Полонияда арабша, қазақша аудармашылар үшін жұмыс көп емес. Себебі білесіз ғой. Аудармашы ол кез келген тілмен жұмыс істей алмайды. Егер мен араб тілі, қазақ тілі арқылы оқитын болсам, содан кейін мен араб тілінен поляк тіліне жақсы аудара алмаймын. Мен тек қана қазақ тіліне жақсы аудара аламын. Сондықтан не істейін десем білмедім. Ал осы уақытында мен Полонияның Қазақстандағы елшілігінде жұмыс істедім. Сол кісілер маған айтқан, енді сыртқы істер министрлігінде байқау болады жұмысқа қабылдау үшін. Ол жақсы мүмкіндігі. Мен әрине осы пайдаланайын деп ойладым, бірақ ешқандай үміттерім болған жоқ. Себебі бір орнына 14 адам болған. Сол мен әрине қатыстым, және бірінші бір емтихан ол жазбаша, жалпы білім бойынша, содан кейін тілдер, содан кейін тағы сұхбат болу керек. Мен ештеңе туралы ойлаған жоқпын, бірақ жазбаша емтиханнан кейін енді нәтижелері келсе, енді екінші рундқа қабылдандым. Содан кейін тілдері туралы мен білгенмін, бәрі жақсы болады, себебі енді қазақ тілі, араб тілі, ағылшын тілі менде жақсы болған. Ал содан кейін уже сұхбатқа келгенде мен таң қалдым, мен қабылданғанына. Содан кейін енді сондай стресс болғандықтан, сондай көп жұмыс болғандықтан біраз шаршадым. Достарыммен саяхатқа бардым. Есімде бар, осы уақытында 99 жылы бізге ұялы телефондар болған жоқ. Мен шешеме Кроациядан телефон соқтым, бәрі жақсы. Ол маған айтқан, хат келген, ашайын ба? Мен айттым, ашыңыз. Ол сені жұмысқа қабылдады. Және сондай 99 жылдың қазан бірінде мен сыртқы істер министрлігінде жұмыс істей бастадым, және бүгінге дейін осы жерде істеп отырмын. Бізде академияда дипломатия институты бар. Онда мемлекеттік қызметшілер, халықаралық қатынастар саласының мамандары білім алып жатыр, магистратура, докторантура бағдарламалары бойынша. Осы біздің білім алушыларымызға қандай кеңес берер едіңіз? Жалпы қазіргі заманда дипломатия саласында қандай өзгерістер, немесе трендтер, немесе қандай құндылықтар бар? Сол туралы бір кеңес ретінде бөліссеңіз. Мен кеңес беруші емеспін, енді кеңес беру үшін мен кіммін, бірақ шын айтқанда біріншіден бір нәрсе білу керек, дипломатия ол қызмет.
яғни біз осы жұмысын біз өзіміз үшін емес, өзіміз жоспарларымызды орындау үшін немесе біздің үлкен мақсаттарымызды жету үшін біз сол түрлі жұмыс істемейміз, біз мемлекет үшін жұмыс істейміз. Содан кейін білу керек, дайындалу керек, себебі енді адамдар дипломатия ол кешке жақын бір тойларға барып, шампанскоймен жүріп, сондай жұмыс екен. Жоқ, ол шын айтқанда басқа бір жұмыс. Біріншіден әкімшілік, себебі елшілігінде жұмыс істеу ол қағаз жұмысы өте көп. Содан кейін ол 8 сағатқа ғана шектелмеген жұмысы. Яғни біз шетелде жүргенде, біз шын айтқанда аптада 7 күн және күнде 24 сағат жұмыстамыз. Ал ең маңызды нәрсе ол өмір бойы оқу үйрену керек. Себебі енді дипломат ол қарым-қатынастарын орындайтын бір кісі. Және жұмысымызда біз әртүрлі адамдармен кездесеміз, және осы адамдармен сөйлесу үшін әртүрлі саласында білім болу керек. Яғни жан-жақты болу керек. Жан-жақтан білім болу керек. Және мысалы Қазақстанға келгенде тек қана Қазақстан саясаты және қазіргі жағдайы туралы емес, Қазақстан тарихы туралы, Қазақстан өнері туралы, Қазақстан ең атақты тұлғалары туралы білу керек. Содан кейін басқа бір нәрсе ешкім білмейді, жұмысында қай уақытында қандай мағлұматтар, қандай бір білімі пайдалы болады. Есімде бар, мен бір танысым бар, ол кісі енді зейнеткер, бірақ ол маған айтқан, бір күні ол Албаниядан келген бір дипломатпен кездескен. Және мен танысым ағылшын, француз, итальян және неміс, поляк және орыс тілі білген. Бірақ анау кісі осы тілдері білмеген. Сондықтан қалай сөйлесу? Енді мен танысым неміс тілінде сөйлесе түсінбейді, ағылшын тілінде түсінбейді. Содан кейін олар бір-бірімен латин тілінде сөйлескен. Себебі біреуде, екіншіде латин тілі білген. Яғни сіз білмейсіз, қандай мағлұмат, қандай білім қай уақытында пайдалы болады. Ол бір өте жақсы нәрсе. Сондықтан дағдыларды арттыру керек үнемі, иә? Және тоқтамау керек. Яғни көп оқу керек, адамдармен сөйлесу, олардан мағлұмат алу. Және жалпы дипломат бірінші міндеті қызық болу керек. Жалпы дипломаттың бойында болу керек 3 қасиетті айтып берсеңіз, 3 сөзбен ғана. Яғни жақсы дипломат болу үшін біріншіден тоқтамай үйрену. Екіншіден қызықтыру. Үшіншіден сабырлық. Себебі сіз сұрасаңыз неге сабырлық? Себебі дипломатия ол бюрократия. Ал бюрократияның ішінде енді қандай нәрсе болса да осы ұйымдастыру үшін, осы мақсатын жету үшін сабырлық болу керек. Көп рахмет, осылай уақыт бөліп келіп дипломатия жайлы, жалпы өзіңіздің тарихыңызбен, естеліктеріңізбен бөліскеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермен, Қызмет Talks подкастының кезекті шығарылымы аяқталды. Бүгін бізде студияда қонақта болған Польша Республикасының Қазақстан Республикасындағы елшілігінің уақытша сенімді өкілі Михаил Лабенда мырза. Көп рахмет сізге. Көптен рахмет.